Қазақтың бір туар азаматы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 112 жыл толды. Ғибраты мол ғұмырдан ұрпақ түйер ұлағат аз емес. Димаш ағаны аса бір тұлғаландыратын ерекшелігі құнарлы да қасиетті қазақ тілін таза білетіні. Сонымен қатар ұлтымыздың тұрмыс салтын, игі дәстүрлерін қадірлей білген, керек жерінде түрлі қабылдауларда іс-сапарлармен жүргенде адамдардың жас ерекшелігіне қарай мақал-мәтелдерді қолдана білген. Осындай қайталанбас қасиеттер үшін халқына сыйлы, қадірлі болған. Өзі өнеге, сөзі ғибрат, Дінмұхамед Қонаев ұрпаққа өнеге боларлық өмір жолы жайында ақиқаттан аттауға болмайды. Өтті дәурен осылай атты ғұмырбаяндық кітаптар жазып қалдырды. Ол кітаптарда Қазақстанның 50 жылдық тарихы, ел экономикасы, әлеуметтік дамуы, мәдени өсіп өркендеуін, өз өмірінің жекеленген сәттерінен сыр шертеді.